Бәріңізге сәлем. Бүгін осындай какаомен жасалатын, қолжетімді ингредиенттерден тұратын түрік пирогын жасаймыз. Ең бірінші жұмыртқа мен қантты жақсылап көпіргенше миксермен араластырамыз. Міне осылай аппақ болып көпіруі керек. Енді біз сүт пен күнбағыс майын құйып, тағы да араластырамыз. Айтпақшы, мен пирогымызға қажетті қоспалардың барлығын описаниеге жазып қалдыратын боламын. Аса көп араластырудың қажеті жоқ. Енді біз құрғақ қоспаларымызды қосамыз. Ұнға осындай 1 шай қасықпен разрыхлителді қосамыз. Және де 3 ас қасық какаоны қосамыз. Қалауларыңызша ванилин қосып жіберсеңіздер де болады. Барлығын жақсылап електен өткізіп, массамызға қосамыз. Міне осылай бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Мынандай пергамент қағазы төселген формаға құямыз. Менде форма 24 сантиметрлік. Толықтай құйғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 25-30 минуттай уақытта пісіріп аламыз. Бетіне шоколад құю үшін бізге қант керек. Осындай темір ыдысқа саламыз, құямыз. Және күнбағыс майы мен 2 ас қасық какаоны қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай үздіксіз араластырып тұру арқылы газге қоямыз, қайнағанша жеткіземіз. Қайнаған соң отты өшіріп, бірден пирогымызға құямыз. Міне біз осылай қайнатып алдық, енді пирогтың бетіне құямыз. Пирогымыз осылай пісті, арасы құрғақ болып шығады, таяқшамен тексеріп алдық. Осылай кескеннен кейін барып шоколадымызды құямыз, сонда арасына жақсылап сіңеді. Шоколадты құйғаннан кейін 15-20 минуттай уақытқа қойып қоямыз, сонда толықтай сіңеді. Пирогымыз дайын болды, бетін осындай жемістермен әрлеп жіберсек болады. Осымен пирогымыз дайын болды, өте оңай дайындалады. Сіздермен бірге болған Айнура, назарларыңызға рахмет.